Үндістан мен Пәкістан шекарасында Қарақорымның еңсері тауларының арасындағы алыстау аңғардың қойнауында көне құпия жасырынған. Бұл уақыт пен заманауи медицинаның заңдылықтарына бағынбайтындай көрінетін ежелгі халық хунза тайпасы. Соңғы жылдары бұл қауым көп зерттеулердің нысанына айналды. Өйткені оларды бүкіл әлемді қызықтыратын бір тылсым сырдың иегерлері деп санайды. Ол сыр мәңгілік жастықтың құпиясы. Бұл этнос өкілдерінің орташа ғұмыры 100 жылдан асып жығылады дейді. Олар ешқашан ауырмайды, ал сыртқы бейнесі жасына мүлде сәйкес келмейді. 40 жастағы әйелдерінің жас өспірімдей көрінуі, немесе 60 жастан кейінде бала көтере алуы таңғаларлық құбылыстардың бірі. Біз осы ғажайып халықтың тұрмысын, әдет ғұрпын және құпияларын толығырақ таныстырамыз. Олардың ұзақ ғұмыры мен шексіз қуаты көбіне Гималай тауларындағы ерекше таза суға, көкөніске бай табиғи ас мәзіріне, өмірге деген оптимистік көзқарасына, мыңдаған метр биіктікте спортпен шұғылдануына және әлемнен оқшау, тылсымға толы өлкеде өмір сүруіне байланыстырылады. Хунзаларды түсіну үшін алдымен олардың мекенін білу керек. Олар Пәкістанның қиыр солтүстігіндегі Қарақорым жотасының ең түкпірінде орналасқан. Бұл өңір әлемнің ең түкпірінде орналасқан. Бұл өңір әлемнің ең ғажайып әрі жұмбақ аймақтарының бірі. Аспанмен таласқан шыңдардың етегіндегі аңғар ғасырлар бойы осы халықтың отаны болып келеді. Олар өзгеше өмір салтын сақтап, ғылыммен саяхатшыларды ежелден қызықтырып келген. Халықтың айтуынша, олардың орташа өмір жасы 100 жылдан асады. Қатерлі ісік сымды дертке шалдықпайды. Тіпті 60 жастан асқанда да бала сүйе алады. Бұл сырды зерттеген ғалымдар түрлі ғылыми тұжырым жасаса да, барлығы бірдей шындыққа жанаса бермейді. Хунзалардың шығу тегі туралы алғашқы мәліметтерді ағылшын саяхатшылары мен дәрігерлері қалдырған. Олар бұл халықтың өміршеңдігіне таңғалып, бүкіл әлемге таныстырды. Қарақорымның қатаң оқшаулығы олардың мәдениеті мен дәстүрін сақтап қалуына ықпал етіп, ұзақ өмір сүруінің негізін қалағандай болды. Ғасырлар бойы аңғарға жету өте қиын болғандықтан, олар табиғи өнімдерге сүйенген дәстүрлі ас мәзірін, ата-бабадан келе жатқан салт дәстүрді сақтап қалалды. Қазіргі таңда Қарақорым тас жолының арқасында бұл өңірге жету жеңілдеді. Бұл әлемдегі ең биік жол. Ол Пәкістанды Қытаймен жалғайды. Көптеген адам енді хунза халқының тұрмысымен тікелей танысуға мүмкіндік алды. Дегенмен, аңғар әлі күнге дейін шалғайлығын жоғалтпаған, табиғаты таза қалпында сақталған. Осылайша, хунзалардың ғасырлық құпиясы, олардың табиғи ортасы, өмір салты мен дүние танымында жасырынған. Хунза қауымының қазіргі саны шамамен 20 мыңнан 30 мыңға дейін деп есептеледі. Дегенмен, ресми нақты деректер жоқ. Ал олардың ұзақ өмір сүруі мен денсаулығы жайлы көптеген мәліметтер көбіне келушілердің бақылауларына немесе бейресми зерттеулерге сүйенеді. Соған қарамастан, ресми зерттеу болсын болмасын, бұл халықты алғаш көрген әрбір жанды таңғалдыратын ерекше жайттар бар. Соның ішінде ең ғажабы олардың сыртқы бейнесі, әсіресе әйелдерінің көркі. 40-тағы, тіпті 50-ге таяған әйелдері жас қыздардай, жас өспірімдердей көрінеді. Аймаққа барған саяхатшылар мен зерттеушілер хунзалардың жастыққа толы бейнесіне таңданбай қалмайды. Алайда бұл қауым оқшау өмір сүргендіктен және біз қалыпты деп түсінетін
әлеуметтік нормаларға бағынбайтындықтан, олардың жасын нақтылайтын билік органдары да, құжаттары да жоқ. Сол себепті кейбір әңгімелердің асыра айтылған болуы мүмкін. Бірақ ресми тіркеулердің жоқтығына қарамастан, хунзалардың қартаю процесі басқа халықтарға қарағанда әлде қайда баяу жүретіні байқалып, зерттеулермен де дәлелденген. Бұл құбылыс олардың ұзақ өмір сүруінің құпиясы ғасырлар бойы сақталған тұрмыс салтында, ата-бабадан жеткен табиғи ас мәзірінде және оқшау тіршілігінде жатыр деген ой туғызады. Қиын жететін аймақта орналасуы да олардың дәстүрін өзгеріссіз сақтап қалуына мүмкіндік берген. Кейбір деректерге сүйенсек, хунзалардың орташа өмір жасы 120 жылға жетеді. Олар қатерлі ісік сияқты ауруларға шалдықпайды. Таңғаларлығы, ер адамдар 90 жасқа дейін бала сүйе алады. Ал әйелдер 60 жастан асқанда да дүниеге сәби әкеледі екен. Сол себепті ғалымдар мен зерттеушілер бұл халықтың құпиясын мәңгілік жастықтың формуласы деп қарастырып, ондаған жылдар бойы зерттеп келеді. Хунзалар шынымен де адамзат қартаюының шегін еңсергендей әсер қалдырады. Хунза халқы дене мүмкіндіктері жөнінен көптеген қоғамдардың күткенінен асып түседі. Шамамен 40 жаста олар әлі де жастық бейнесін сақтайды. Ал 60 жаста дене бітімі сымбатты, нәзік күйінде қалады. Жергілікті аңыздарға сүйенсек, кейбір әйелдер тіпті басқа халықтарда мүмкін емес саналатын жастада сәби дүниеге әкеле алады. Хунзалардың өмір салтының басты негіздерінің бірі қатаң әрі ерекше тамақтану дәстүрі. Жаз айларында олардың рационы негізінен шикі жеміс-жидектер мен көкөністерден тұрса, қыста кептірілген өрік, өнген дәндер мен қой ірімшігіне сүйенеді. Ең таңғаларлығы көктемгі аштық кезеңі. Бұл бірнеше айға созылуы мүмкін. Бұл уақытта жемістер піспегендіктен олар қатты тағам жемей, күніне бір рет кепкен өріктен дайындалған тұнба ішумен ғана шектеледі. Бұл аштық жай ғана қажеттіліктен туған амал емес. Уақыт өте келе мәдени салт дәрежесіне көтеріліп, бүкіл қауым тарапынан қатаң сақталады. Хунзалардың арасында қатерлі ісік дерті дерлік кездеспейді. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы онкологиялық аурулардың таралуына қатысты зерттеулерден алынған бұл дерек, олардың денсаулығы мен ұзақ өмір сүруінің негізгі құпиясы, табиғи орта, дұрыс тамақтану және өмір салтында екенін дәлел ретінде жиі мысалға келтіріледі. Алайда хунзалар жайлы айтылған әңгімелердің барлығы ғылыми тұрғыда растала бермейді. Мәселен, 1980 жылдары Гонконг басылымдарының бірінде ерекше оқиға жарияланды. Саид Абдул Мабуд есімді хунза азаматы өзінің жасы 160-тан асқанын айтқан. Ол Лондондағы Хитроу әуежайына келгенде, төлқұжатында 19 ғасырдың басында туғаны жазылғаны белгілі болды. Мұндай деректер шындыққа жанаспайтындай көрінгенімен, хунзалардың ерекше ұзақ ғұмыр кешетін халық деген аңызын күшейте түсті. Мабуд ақыл есінің толық, денсаулығының мықты екенін көрсетіп, 19 ғасырдың ортасында болған тарихи оқиғаларды анық еске түсірген екен. Әлемнің көп бөлігі армандап, іздеп жүрген мәңгілік жастықтың құпиясы хунзалардың өмірінен табылатындай көрінеді. Алайда нақты ғылыми деректердің жеткіліксіздігі және дәрігер Джон Кларк сынды зерттеушілердің еңбектері бұл құбылыстың жасырын қырларын ашуға көмектеседі. Кларк хунзалардың арасында ұзақ уақыт өмір сүріп, олардың салауатты өмір салты мен табиғи тағамына қарамастан безгек пен дизентерия сияқты қарапайым ауруларға толықтай
иммунитеті жоқ екенін байқаған. Бұл жайт хунзалардың ұзақ ғұмыры туралы идеалдандырылған көзқарасқа сын көзбен қарауға себеп болады. Яғни, олардың тамақтану дағдысы мен белсенділігі денсаулыққа пайдалы болғанымен, ол толықтай аурудан қорғаудың кепілі емес. Сонымен қатар, Кларк хунзалардың ресми күнтізбесінің болмауын да олардың ұзақ ғұмыры туралы әңгімелерді бұрмалайтын факторлардың бірі деп санаған. Өйткені олар жасты біз үйренгендей жылдармен емес, даналық пен көшбасшылық деңгейімен өлшейді екен. Осыған байланысты, кейбір адамдардың 120 жылдан артық өмір сүргені жайлы әңгімелер шындықтан гөрі символдық сипатта көбірек ұқсайды. Хунзаларды мәңгі жастық халқы ретінде қабылдау шындыққа сай келмейтін тұстары бар идеалдандырылған түсінік. Дегенмен, олардың өмір салты мен ас мәзірі шынымен де ғалымдар мен саяхатшылардың назарын аудартып келеді. Хунзалар өздерінің табиғи ас үлгісінен бас тартқанда, немесе туған ортасынан алыстаса, олардың ауруға шалдығу ықтималдығы күрт артады. Сондықтан, ғылыми зерттеулер мен сыртқы бақылаулар құнды мәлімет бергенімен, хунзалардың күнделікті өмірін бастан өткеріп отырған өз халқының әңгімелері ғана ең шынайы әрі толық картинаны көрсете алады. Табиғи тағам, таза су, қолайсыз әрі шалғай орта, олардың ғұмырының ұзақтығы мен өмір сапасына ықпал ететін негізгі факторлар болып табылады. Өкінішке қарай, қазіргі заманның ықпалы мен басқа да сыртқы факторлар хунзалардың өмір салты мен болмысын қауіпке тігуде. Бұл олардың өз мұрасын сақтау жолындағы күресін қолдаудың қаншалықты маңызды екенін айқындайды. Біз хунзалардың денсаулығы мен сұлулығын, дәстүрі мен мәдениетін сақтап қалуын тілейміз. Осы бейнематериал арқылы сіз әлемдегі ең шалғай әрі тылсым тайпалардың бірін танып білдіңіз деп сенеміз. Бізге қаншалықты қызықты болса, сіз үшін де сондай әсерлі болғанына қуаныштымыз. Келесі бейнематериалымызды жіберіп алмаңыз. Онда біз сізді планетамыздың тағы бір жұмбақ әрі әсем мекенімен таныстырамыз.